Екінші сабақпен бастаймыз. Екінші сабақта сөздер сәл кішкене көбірек, сосын кейін бірінші сабаққа қараған кезде, алғашқы сауатқа қараған кезде сәл қиындау, жазуы да барлығы күрделірек. Мен жеке-жеке сөздерді жазып отырамын, үстіндегін өшіріп отырамын, сіздер үлгіріп жазғандарыңызды интернеттен өздеріңіз тоқтатып қойып, жазғанымның бәрін көшіріп алыңыздар. Жеке сөздерді жазып болғаннан кейін барып, ары қарай оқимыз, одан кейін сөздер, сөйлемдер құрастырамыз. Екінші сабақ. Екінші сабақ. Ханю бу тайнан дейді. Қытай тілі онша қиын емес. Немесе Қытай тілі қиын емес деген сөз сабақ екен. Ханю бу тайнан екінші сабақ. Оны тақырыбын ең соңына қарай түсінетін боласыздар. Біріншісі маң. Қазақша айтқан кезде қарбалас, асығыс қарбалас жүретін кісілер. Занитой адамдар, уақыты болмайтын, таңнан кешке дейін жұмыста болатын жағдайды маң, қарбаластық дейміз. Маң. Диен, шоу, диен, хың, шоужы, маң, асығыс, қарбалас деген сөз. Мағынасы. Қарбалас. Екінші сөзіміз. Ма. Бұл сұрақ мағынасында. Жаңегі бірінші сабақта өткен коумен ат дегендегі ма екеуін қосамыз. Ма. Маме, бабе, папе сұрағы. Ма, ме, папе. Екінші сөз. Қйын. Пе, шу. Қыңжы. Қың дегенде, мына жағымна мен теңестіреміз, мына жердегі қыңды мұнда до конца жазбаймыз, тигізбейміз. Қың, пе, қыңжы, қың. Шоу, ти, диен, пе, қын, өте, очень, өте жақсы, қын, хау, қын, өте. Үшінші сөз, төртінші сөз, ханю. Бұл қазіргі біздің үйреніп жатқан Қытай тілі. Хан ю. Қытай тілі. Хан ден, ти. Ден, ти, хың, пе. На, хан ю. Ден, хыңжы, 七
ден, хыңжы, ти. Мына жағында 5 деген цифр есімізде бар ма? У. Бұны басында жазып көрсеткем, сіздер өздеріңіз жаза бересіздер, я? Ден, хыңжы, ти. Мұнда у, астында коу, ауыз дегенде. Хан, үй, Қытай тілі. Қытай тілі. Келесі сөз. Нән, қиын. Мысалы, қиын, оңай деген сөз бар ғой. Өте қиын екен, я? Нән, қиын. Хың, пе, на. Пе, шу. Ден. Хың, пе, шу. Ден, хың. Хың, шу. Хың. Ортасындағы тәнірін дейміз, пе, шуымыз ұзынырақ жазылады да, екі жағындағы сәл кішкене кішірек жазылады да, бірақ асты үсті қандай болады? Тең болады. Бұл нән деген сөз қиын. Қиын. Оңай, қиын дегендегі қиын деген сөз, я? Үстіндегі сөздер жазып болсаңыздар, мен өшіре берейін. Келесі сөзіміз. Тай. Онша деген сөз, я? Жәнегі та деген сөз. Хың, пе, на. Осы та деген сөздің астында кішкентай ғана дем бар. Тай. Онша емес, я? Онша, мысал, хан үй бұ тай нән. Қытай тілі онша қиын емес. Тай, онша. Енді біз біраз туыстық атауларды үйренеміз, я? Баба. Баба. Әке. Пе, ден, пе, на. Пе, ден, пе, на. Хың, жы. Шу, хың. Шу, әңгу. Осыны екі рет айтамыз. Баба, әке. Мама. Ана. Я? Мамамызды айтамыз. Алдына жаңегі ні, бірінші сабақты үйренген әйел деген сөз, е? Артында ат, жылқы дегендегі ма, екі қайталаймыз. Мама. Нау, әке, е, баба. Мама. Ана деген сөз. Нүйді жазамыз. Артына ат, жылқы. Мама. Ана, е? Анамызды айтамыз. Мама. Келесі сөз. Та. Біз бағана үйрендік. Сен деген сөз. Ни. Енді мұнау та. Бұл мен, сен, ол дегендегі ол. Бізде он или ана деп айтамыз, е? Ол деген орыс тілінде. Енді қазақ тілінде ол. Мен, сен, ол. Та. Екі түрлі жазылады. Та деген сөз айтылуы бірдей, бірақ жазған кезде ғана парықтаймыз. Та ер адамға, әйел адамға. Мына тамыз. Бұл балаларға қаратылады, я?
тілінде айтқанда. Или немесе ол деген мағынаны білдіреді. Ұл балаға бұны. Ол. Екінші тамыз. Тоже айтылуы ұқсас, бірақ та алдында әйел деген сөз бар. Бұл ана. Ол қыз балаға қаратылады. Та. Бұнда бірінші алдымен нүйді жазамыз да, арт жағы жаңегі мен ұқсас болады. Шуангу. Ол қыз балаға айтылады бұл. Та. Екеуі де та. Ал келесі сөз. Біз бағана қыз бала деген сөз үйрендік. Ny. Енді бізде нән. Ер бала. Ұл бала деген сөз. Нән. Нән. Бағанағы қиын дегендегі нән емес, бұл басқан нән. Ол бала дегендегі. Шу, қың, жығу, қың, шу, қың, жығу, пе, бұл ол деген сөз. Нән. Келесі сөз, қазір келесі гг дейді. Аға. Гг. Аға. Екі қайталаймыз г деген сөзді, гг, аға. Хыңды жазамыз, бағанағы үйренген коу, ауыз дегендек, шоу, хың, мында коу, ортасында хың үлкен болады, коу, шоу, коу. Бұл гг, екі айтамыз, аға, екі рет қайталаса. Келесі диди, диди. Әні. Диди. Ден, хың, жы. Нау аға. Хың. Шоу, жы, жы, гоу. Ден, хың, жы, хың. Шоу, жы, жы, гоу. Шоу. Пе. Нежеде мұна екі жағы бірдей үстіндегі қыңнан шығып тұрады, Диди. Келесі, мәй. Қарындасымызды айтамыз, мәй. Немесе қыз балалар үшін айтқанда өзінен кейінгі кішкентай сестренкасы, сіңлісі. Мәй. Ол балаларға қарындас. Оның алдында тағы да әйел деген сөз бар, мәй. Мәй. Қарындас. Бұның жазылуы, мұнау үні. Диди деген үні. Енді мұнау мәй. Алдында әйел, артында хың, кішкентай. Үлкен хың, шу, пе, на. Бұл мәй. Жақсы, енді онда біз жаңегі екінші сабақтағы жеке сөздерді оқиық. Маң, қар баласы, занятой. Ма, не бабе, сұрақ. Хын, өте. Хан үй, Қытай тілі. Нән, қйын, тай, онша. Баба, әке. Мама, ана. Та, ол балаға, та, ол қыз балаға айтылады.
Нән, ер, ұл деген мағынаны білдіреді, ер адам. Гы, аға. Диди, іні. Мәй, қарындас. Маң, ма, қйын, қйын үй, нән, тәй, баба, мама, та, нән, гы, диди, мәй, маң, қарбалас, маме, бабе, қйын, өте, қйын үй, Қытай тілі, нән, қйын, тәй, онша, баба, әке, мама, ана, та, ұл балаға, ол, та, қыз балаға, ол. Нән, ер адам. Гы, аға. Диди, іні. Мәй, қарындас. Маң, ма, қйын үй, нән, тәй, баба, мама, та, нән, гы, диди, мәй. Болса, енді осы екінші сабақтағы жеке сөздердің барлығын бір рет оқып шығайық, жақсылап қайтадан бір рет, сосын кейін ары қарай осы сөздермен сөйлем құраймыз. Бірінші сөзіміз маң, қарбалас, деп айтамыз. Маң, ма, сұрақ. Маме, бабе, папе сұрағы. Қйын, өте. Қйын қау, өте жақсы. Қйын үй. Бұл біз қазіргі үйреніп жатқан Қытай тілі. Нән, қйын. Тәй, онша. Баба, әке. Мама, ана. Та, ұл балаға, та. Алдында мындай қыз бала деген сөз жазылып тұр. Бұл қыз балаларды шақырамыз. Мысалы, алдыңғы бірінші сабақта не дегенді үйренгенбіз. Сен. Мына жерде та, ол. Енді келесі сағаттарда мен деген сөзді үйренеміз. Оны сол кезде айтамын. Қазір біз үйрендік
сен, ни, та, ол. Бірінші тамыз ұл баланікі, 10 орыс тілінде. Та дегеніміз қыз балаға байланысты. Та алдында нүйзіпаң бар, ол ана орыс тілінде. Сонда ол деген мағынаны білдіреді. Келесі нән, 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 ер адам. Гы-гы, 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 аға. Диди, 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 іні. Мей-мей, 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 қарындас. Маң, 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 ма, 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 қйын, 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 нән, 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 тай, 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 баба, 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 мама, 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 та, 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 нән, 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 гы-гы, 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 диди, 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 мей-мей, мей-мей. Бұл екінші сабақтың сөздері. Енді қазір мен осы сөздерді құрастырып сөйлем жасаймыз.